Сактапова Жадыра Кыпшакбаевна Алматы көпсалалы колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы. Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы Сәкен Сейфуллин сырсандық өлеңі. Сабақтың мақсаты Сәкен Сейфуллиннің шығармашылық негізгі идеясы негізінде студенттердің бойында достық пен өмірге деген көзқарасты қалыптастыру. Міндеттері ақынның өзіндік мұратын тану. Өлеңнің негізгі идеясын талдау. Өлеңнің қазіргі қоғамдағы рөлін анықтау. Топтық жұмыстарға дағдылану. Креативті ойлау арқылы өзіндік тәрбиелік мағынаны ажырату. Құрметті студенттер, жаңа сабақты бастамас бұрын үйге берілген тапсырманы бастайық. Үйге қандай тапсырма берілді? Айгерім. Жақсы. Ендеше үйге берілген тапсырманы өзектендіру үшін тақтаға назар аударыңыздар. Тақтада Умайгра платформасы арқылы берілген сұрақтарға дұрыс әрі жылдам жауап беруге тырысамыз. Бастаймыз ба? Бастайық. Сәкен Сейфуллин туралы білесің бе? Сәкен Сейфуллин кім? Тез. Айгерім келе ғой. Ағартушы, поэт, жыршы, ақын, жазушы, драматург, лирик, әнші, ақын, немесе қоғам қайраткері, лирик, сыншы. Кім деп ойлайсың? Ақын, жазушы, драматург. Жақсы. Сейфуллин Қазақстанның қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі. Правда, ложь дейді, яғни жалған немесе шындық. Қайсысы? Келе ғой, Мирас. Қайсысы? Ал. Әрине шындық. Сәкен Сейфуллиннің дастандары Көкшетау Қызылат, Қанды Жорық, Мұңлық Зарлық, Сейпіл Мәлік немесе Мазғот, Ескендір. Қайсың? Дастандары. Үйде қандай? Келе ғой, Мадина. Ой, Көкшетау Қызылат. Өте жақсы, керемет. О, жарайсың дейді. Өте жақсы, керемет. Жақсы, құрметті студенттер. Енді келесі бізге үйге берілген тапсырма Көкшетау поэмасын оқып, талдап келу керек болатын. Алдымен сұрақтар Көкшетау поэмасының басталуы және дамуы. Қай топ? Көкшетау поэмасының басталуы Көкшетау қаласының табиғатын, биік тауларын, өзен көлдерін сипаттаумен басталады. Осы байланысуы және шарықтау шегі. Табиғат пен адам арасындағы рухани байланыс, халықтың тарихы мен мәдениеті. Өте жақсы. Және де шарықтау ирада. Ақын туған жерге деген махаббатын барынша эмоционалды түрде жеткізеді. Жақсы, өте жақсы, керемет. Және де бізде соғысы. Мерей бізде шешімін айтады. Түйін сөз. Ақын туған жерге сүйіспеншілігін білдіріп, Көкшетауда қазақ елінің мақтанышы деп бағалайды. Жақсы, және де түйін сөз. Ақын болашақ ұрпаққа туған жерді қадірлеу туралы өсиет айтады. Өте жақсы. Құрметті студенттер, керемет. Яғни сіздер үйге берілген тапсырманы Сәкен Сейфуллиннің өмірбаянын, шығармашылығын және де Көкшетау поэмасын жақсы талдап келдіңіздер. Алдарыңызда тұрған өзін-өзі бағалау парағын өздеріңізге баға қойып отыруды ұмытпаңыздар. Яғни жаңа Умайгра платформасына жауап бердіңіздер. Көкшетау поэмасын талдап келдіңіздер. Шекті балы тұр. Оған жеткізбесеңіздер де болады, немесе шекті балды қойсаңыздар да болады. Жаңа тақырыпқа көшеміз. Құрметті студенттер, жаңа сабақта бастамас бұрын алдарыңызда біз жаңа топқа бөліндік. Бірінші топ сыр, дос және адалдық. Осы үш сөздің мағынасында біздіңгі бүгінгі жаңа тақырыбымызбен Сәкен Сейфуллиннің сыр сандық өлеңімен қандай байланысы бар деп ойлайсыңдар? Жалпы сыр дегеніміз не? Сыр деген адамның ішінде жатқан құпия. Адамның ішінде жатқан құпия. Жақсы. Сандық дегеніміз не? Сандық. Ерхан. Сандық дегеніміз біздің ата-бабаларымыздың көбінесе қолданған ұлттық мүдесі. Ұлттық мүдесі, яғни бұйым, иә? Әлі күнге дейін қолданыста келе жатыр. Енді сыр сандық өлеңіндегі сандық сөзінің мағынасы қандай? Кім айтады? Сандық сөзінің мағынасы қандай? Сыр сандық.
Сондай бұйымды айтып тұр ма ақын осы жерде? Кәусар, нені айтып тұрады? Сырсандық өлеңінің мағынасы менің ойымша досқа адалдықты, жауапкершілік пен екі адамның арасындағы сыйластықты білдіреді. Рахмет. Яғни ақынның айтайын дегені Сәкеннің сыр сандығы адамның ішкі құпиясы екен. Жақсы, рахмет. Осы жерде қазір тақтаға назар аударыңыздар, достық туралы қысқаша анимация көреміз. Жәнібек ашуланып Азаматтың кеудесінен қатты итеріп жібереді. Жәнібектің соққысы жанына батса да Азамат үндемейді. Бірақ құм бетіне Азамат бүгін менің жан досым кеудемнен итерді деп жазады. Содан соң сапарларын ары қарай жалғастырады. Көп замай алдарынан үлкен көл кездеседі. Екеуі суға түсіп, салқындап алуға бекінеді. Суға түскен сол-ақ екен Азаматтың аяғына балдыр оратылып, тұншыға бастайды. Жәнібек жалмажан көмекке ұмтылып, оны өлімнен құтқарып қалады. Бір ажалдан аман қалған Азамат өз-өзіне келгесін орнынан тұрып, тасқа ойып, мынандай сөздер жазады. Бүгін менің жан досым өмірімді сақтап қалды. Жолдасының ісіне аздап таң қалған Жәнібек, алғашқы ісімді құмға жазып едің, соңғысын тасқа жазып жатырсың. Мұның мәнісін түсіндірші деп сұрайды. Сонда Азамат, бізге біреу зиян тигізсе, істеген ісін құмға жазуымыз керек. Кешірім желі суырып, оны өшіріп жіберуге жеңіл болады. Ал біреу бізге жақсылық жасаса, оны тасқа жазғанымыз дұрыс. Қандай дауыл, борандар болса да, оны ешқашан өшіре алмайды деген екен ақылды бала Азамат. Жақсы, құрметті студенттер, енді Сәкен Сейфуллиннің сырсандық өлеңін джиксо әдісі бойынша әр топқа берілген шумақтарды біртіндеп оқып, талдап, оған ары қарай композициялық талдау жасаймыз. Шырқ айналар шіркін тауық, жемің болса қолыңда. Қайдағысы сені тауып, топырлайды жолыңда. Досыңмен деп ант береді, жем іздеген жаныма. Жем таусылса жалт береді, сенерлік дос санама. Сарықаның бір тауы бар сымбатты. Сол таудан сен сыр тауып ал қымбатты. Қалың зеңгер қызды шартар қалыңыну. Сырқырайды мұз бұлақтар уды шу. Бір сандық бар, ол сандықта бір сандық. Сырдың кілті қол сандықта сыр сандық. Бұл сымда пернеуені жыр айтар. Көңіл ашар тербеуені сыр айтар. Жақсы, өте жақсы, бәріміз мәнерлеп оқып шықтық. Енді осы сырсандық өлеңіне талдау жасап бірнеше сұрақтарға жауап беріңіздер. Ақын достың адал және қандай жалған дос екенін қалай суреттейді осы өлеңде? Ақын осы өлеңде қалай суреттейді? Ақын адал досты үнемі жанында болатын, қолдаушысы болатын адам ретінде суреттеді, ал жалған досты үнемі қиындықты тастап кететін және де қолдау көрсете алмайтын адам ретінде бейнелеген. Жақсы. Өлең жанры қандай? Өлеңнің жанры қандай? Лирикалық жанр. Өлеңнің басты кейіпкері кім осы жерде, осы өлеңде? Өлеңнің басты кейіпкері? Басты кейіпкері ақынның өзі. Басты кейіпкері ақынның өзі дейді. Келісеміз ба, келіспейміз ба? Дұрыс па, дұрыс емес па? Келісеміз, жақсы. Енді өлең неше шумақтан тұрады? Неше бунақ? Өлең 21 шумақ, 2 бунақ, шалыс ұйқастан тұрады. Келісеміз ба, келіспейміз ба? Келісеміз, жақсы. Өлеңнің негізгі идеясы қандай? Жалпы, өлеңнің негізгі идеясы. Кім айтады? Мирас, қалай ойлайсың? Негізгі идеясы қандай? Шын достықтың қадірін білу және арам достардан алшақ жүру идеясы. Енді алдарыңызда стикерлер жатыр. Осы стикерлерге осы өлеңнен алған өздеріңіздің әсерлеріңізді және де дос туралы ұғымдарыңызды, түсініктеріңізді бір сөзбен немесе бір сөйлеммен жазып тақтаға ілулеріңізді сұраймын. Студенттер, енді еркін жауап әдісі бойынша мына жерде сіздерге бірнеше шығармашылық тапсырма беріледі. Яғни достық сөзіне байланысты достық туралы. Қазір тақтаға қандай сөз тіркесі шығады, қандай сөйлем шығады, соған жауап береміз. Жақсы ма, бастаймыз.
Бізде достық туралы мақал мәтел, жаңылтпаш және жұмбақ айту. Кім біледі достық туралы жаңылтпаш, жұмбақ немесе мақал мәтел? Кім біледі? Ал Аружан жауап бере ғой. Жаңылтпаш. Дос досына достық дәмін тос, дәмін татқан дос досына дос. Жақсы. Мақал мәтел. Мақал: адал дос алтыннан қымбат, дұшпанын күлдіріп айтады, дос жылатып айтады. Келесі тапсырмаға көшейік. Досына хат жазу дейді. Кім досына хат жазды? Ерхан. Сәлем, қалың қалай? Мен жоқ кезде не өзгерді? Жақын уақытта кездесеміз деп ойлаймын. Туған жерім сағындым. Жақсы, келесі. Достық туралы өлең оқу. Біздің ішімізде ақындық өнеріміз бар ма? Кім дос туралы өлең жаза алады екен? Ал Нұрсая. Бұл өмірің өтпеу үшін құр босқа, жүрегіңді ашу керек шын досқа. Сыйласатын мың адамың болса да, жетпейді екен сырласатын бір досқа. Дос дегенің нәр алатын тамырың, дос дегенің нағыз туған бауырың. Керек кезде ақыл айтар ақылшың, ашулансаң жүректегі сабырың. Доссыз өмір бос дейді, екен ғұлама. Туғаныңдай тумаса да бір ана. Шын жүрекпен дұға қылып жүремін, достарымды қорғасын деп бір Алла. Өте жақсы, керемет. Нұрсаяның өзінің шын жүрегінен шыққан өлеңдер екен. Және де бізде ең соңғы тапсырма, ең соңғы сұрақ сіздерге бұл қандай? Достық туралы соңғы көрген фильмдерің қандай? Кім қандай фильмдер көрді? Достық туралы. Мерей? Гарри Поттер, Гарри және Ронның достығы, және Три богатыря и их друзья. Тек қана орысша, ағылшынша көреміз. Қазақша ешқандай достық туралы өлең фильм көрген жоқсыңдар ма? Қазақша достық туралы қандай фильмдер бар? Қандай білесіз? Көксерек, ол жерде жануар мен адамның байланысы. Дұрыс айтасың. Көксерек кімнің шығармасы? Мұхтар Әуезов. Өте жақсы, керемет. Рахмет. Рахмет, құрметті студенттер. Алдарыңыздағы өзін-өзі бағалау парағын бағалап отырыңыздар. Құрметті студенттер, жігіттер квартетінің орындауында Жан досым өлеңін тамашалаймыз. Жан досым, бізден болсын мерейі. Жақсы, құрметті студенттер, енді сабағымыздың соңында сабақты бекіту, бұл жоба қорғау. Әр топ жасанды интеллекттің көмегімен Canva платформасына кіріп, әр топ өздеріңіздің жобаларыңызды жасап, тақтаға шығып қорғайсыздар. Жұмысты бастаймыз. Сыр сандық өлеңі ой мен сезім терең қабысқан, өмір, достық, адам тағдыры туралы үлкен толғаныстан туған шығарма. Ақын тек өз жайын, өз басының мұңын, өзінің арманын ғана айтып отырған жоқ. Жалпы адамзатты ғана толғандыратын, адам баласын ойландыратын құндылықтарды жырлап отыр. Құрметті студенттер, егер жобаларыңыз дайын болса, біртіндеп тақтаға шығып, әр топ қорғауларыңызға рұқсат. Біздің жобамыздың тақырыбы адал достық кілті. Жобаның негізгі мақсаты өлеңнің терең мағынасын заманауи көзқараспен көрсету және адал достық пен шынайы сезім идеясын визуалды түрде бейнелеу. Келесі топ дайынбыз ба? Келе қойыңыздар, келесі топ. Тәрбиелік мәні қандай? Сыр сандық. Өлең нағыз достықты түсінуге, адал досқа сенуге үйретеді. Сырды сақтау, адамның ішкі сезімін, жан сырын сақтаудың маңызын көрсетеді. Адалдық пен сенім әр адамның өмірдегі басты құндылығы. Құрметті студенттер, әрқайсыңыздардың алдарыңызда өзін-өзі бағалау парағы жатыр. Осы жерде үйге берілген тапсырма, және де осы жаңа сабақта өтетін тапсырмалардың шекті балдары тұр. Әр сабаққа тапсырмаға берілген баларыңызды қойып отыруды ұмытпаңыздар. Жақсы, құрметті студенттер, сонымен бүгінгі біздің жалпы тақырыбымыз Сәкен Сейфуллиннің Сыр сандық өлеңі болды. Сыр сандық өлеңде біз адамның екі достың арасындағы сыйластық, адалдықты көрдік. Сыр сандық өлеңін біз
құрылымдық жағынан және негізгі идеясын талдадық. Алдарыңызда жатқан бағалау парағын бағалап отыруды ұмытпаңыздар. Үйге тапсырма, досыма хат эссе жазамыз. Енді алдарыңызда рефлексия орындаймыз. Алдарыңызда стикер жатыр. Сол стикерге досыңа деген ішіндегі құпияңды, құпия түрде, яғни анонимді деп айтамыз, құпияңды жазып, мына сыр сандыққа саламыз. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.